Саламатсыздар ма менің оқырмандарым. Мұнда жапсырма ойыны, яғни менде макеттері уже дайын. Мысалы, балаға түнгі уақытта не жасайды бала, таңда не жасайды, кеш уақытында және күнде не жасайды. Мынау ойын түрінде берілген. Мысалы, мыналарды мен қиып, сосын бала көлеңкесіне қарап табады. Яғни, сосын мынау стрелка қойып, уақытты көрсетеді. Мындай уақытта мен не істеймін, зарядка жасаймын деген сияқты, денемді шынықтырамын, ойнаймын деген сияқты. Осындай ойын бар қазақша тілінде, яғни менен қазақша тілінде яғни сұраған, соны түсіндіріп кетпекшімін. Сосын мынандай ойын бар, яғни жемістер қайда өседі, жидектер қайда өседі, көкөністер қайда өседі, ағашта ма, бұтақта ма, соның анықтап бала қояды. Мысалы, былай осылай мен қиып аламын, кейін жапсырғыштар келгеннен кейін жапсырғыштарды клейлеп осылай қоямын. Осында альбом түрінде бұл дайын болады. Әлі дайын емес, макеттер ғана дайын. Осындай ойын түрі, жемшегеттер ойыны. Одан кейін әріпті танып білеміз ойыны. Яғни мында әріптер берілген. Осыған сәйкес мына әріптерді мен қиып алғаннан кейін бала өзі әрпі қайда, алма қайда әрпі өзі қояды. Яғни мына жерде жапсырма арқылы. Балаға да өте қызықты болады бұндай ойын түрі. Одан кейін жәндіктердің көлеңкесін тап ойыны. Яғни міне макеті, мұнда жапсырғыштары көлеңкесін тауып, бала, яғни мысалы көбелек, мұндан көбелек тауып алып, жапсырады көбелекті. Су асты әлемінің жануарларының көлеңкесін табу. Мұнда да жануарлар берілген. Міне, бұны қиып аламыз біз. Жапсырғышта жапсырып, кейін бала өзі табады. Сәйкес орын тауып, өзі жапсырғышпен жабыстырып қояды. Геометриялық фигураларды үйренеміз, және түстерді үйренеміз. Яғни, қандай фигураны көріп тұрсын, төрт бұрыш па, үш бұрыш. Соның барлығын бала өзі тауып, сәйкес орнына қою керек. Яғни, бұл да геометриялық фигураларды оқып үйренуде өте жақсы ойын. Таппай жатырмын жапсырғыш, бірақ олары бар. Жарайды. Енді үлгі бойынша, мынандай үлгі берілген, үлгі бойынша пирамиданы жинайды бала. Мұнда өзінің түстерімен берілген. Міне, қиып алғаннан кейін мен жапсырғышпен мұнда жапсырып қоямын. Бала ойнайтын кезде алып тастайсыздар да, кейін бала өзі қою керек. Сәйкесінше мына суретке қарап бала өзі жабыстырып қою керек. Бұл пирамида ойыны. Көлеңкесін табу ойыны, бұл жаңа жылға арналған ойын. Менің жапсырғыштарым келмей жатыр. Заказ берген жапсырғыштарым келгеннен кейін бұл ойындар барлығы дайын күйінде тағы да бір рет көрсетем. Просто сізге қазір бір кісілер сұрап жатқаннан кейін көрсетіп жатқаным. Мұнда тоже көлеңкесін тауып, бала өзі жапсырғыштармен жабыстырып қояды. Мұның көлеңкелері. Енді кімнің терісі ойыны. Мұнда мысалы зебраның терісі. Мына жерге қояды бала. Зебра. Мысалы жираф. Міне жирафты қояды. Терісін мұнда жабыстырып қояды мысалы. Терісін тап ойыны. Яғни мұнда жануарларды бала танып біліп үйренеді. Жануарлардың бет бейнесін тап. Міне тышқан, атаймыз жануарларын. Тап дейміз, бала өзі табады. Қайда тышқанның басы, беті, міне. Мұнда аю бар, кім бар тағы. Маймыл бар деп ата-ана, бала өз бетінше емес, ата-анамен бірге ойнауға тиіс. Кейін бала өз бетінше де өзі ойнай береді. Ойыншықтардың құрамды бөлігін тап. Мұнда да жарты ойыншықтар берілген, соның құрамды бөлігін табу керек. Бала суретке қарап, қайсысы келеді. Мысалы, мынаған мынау келеді деген сияқты. Осылай жабыстырып, өзі ойын түрінде ойнайды. Үлкен кіші ойыны бар тағы да. Оны кейін көрсетіп кетемін. Олар әлі дайын емес, тек макеттері дайын, әлі ламинациядан өткен жоқ. Кукла лол ойыны, мысалы, мына лолдарды, мұнда лолдар берілген, көлеңкесіне тауып, қыстырып қояды. Міне, қыздарға арналған ойын. Мұнда лолды жатқызамыз, тұрғызамыз,
мында ойнайды, жапсырғыш арқылы лолды қоямыз, лолды киіндіреміз. Міне, мысалы, киімдерін мында мен жапсырғыш арқылы қойып қоямын, сәйкесінше кукла лолдың сәйкес киімін киеді. Мында да көліктің көлеңкесін табу ойыны, жабайы жануарлар. Мысалы, анасы, баласы, мында баласы тұрады. Үй жануарлары, мысалы, мында сиыр, сиырдың баласы кім? Солай ойнайды. Мысалы, жылқының баласы, мысықтың баласы, тауықтың баласы деген сияқты осыларды жабыстырып қояды бала. Үлгі бойынша дене бөліктерін жинамында дәл осындай қыз беріледі. Қолдарын барлығын жинап үйренеді бала. Сонымен, яғни бала органдармен танысып біледі, былай айтқанда. Эмоция, мында көздер беріледі, мұрындар беріледі, соны былай қойып, эмоция арқылы, яғни қалай болып тұр, мысалы, күліп тұр қыз, әр түрлі бар, оны сәйкесінше қойып ойнайды бала. Үлкен кіші ойыны, ол мысалы мынандай жануарлар беріледі. Мысалы, үлкен піл, кіші піл деген сияқты. Үлкен жылқы, кіші жылқы, үлкен түйе, кіші түйе. Сәйкесінше бала үлкен кішіні біледі, біліп үйренеді. Сосын болды осымен. Тағы да басқа ойындары бар. Олар менің әлі шығарылған жоқ. Бірақ жапсырғыштар қалай келеді, солай дайын болады барлығы.